Ассалаумалейкум, сәлем достар, менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай шашыраңқы болып пісетін, бір-біріне мүлдем жабыспайтын, өте дәмді болып шығатын күріштің рецептісімен бөлісемін. Негізі әркім әртүрлі пісіреді күрішті. Менің де жалпы екі әдісім бар күрішті пісірудің, осылай шашыраңқы болып пісетін. Бірақ жиі қолданатын осы әдіс сіздермен де бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай күріш қажет. Менде мынандай круглозерный дейді ғой, орысша айтқанда. Сондай күріш 200 граммдық стақан, 200 граммдық стақанмен 1 стақан салдым да, осылай салқын сумен 2-3 рет жуып алдым. Басында осындай аппақ болады, крахмалы шығады. Одан кейін суымыз тазарады. Мінекей, суымыз осындай болып кішкене тазарғаннан кейін суын төгіп кішкене күрішімізді құрғатып аламыз. Одан кейін пісіретін қазанымызға, кастрюлемізге осындай сұйық майды құямыз да, кішкене қыздырып, жаңағы күрішімізді саламыз. Күрішімізді үздіксіз бұлға отырып, оны қуыруымыз қажет. 2-3 минут немесе 3-4 минут қуырамыз. Ол күрішіміз біздің жаңағы сұйық майымыз бар ғой, құйған, соны сіңіріп алады. 3-4 минут қуырамыз. Бұл күріш деген өзіне жаңағы сұйық май бар ғой, біздің құйған, соны өзіне сіңіріп, жаңағы кішкене твердойды қатылау болады. Оны бұлғап қуырған сайын, және де табамыз құрғап қалатын майдан. Майды өзіне сіңіріп алады. Күріш мінекей осындай болады. Асты күйіп кетпесін, бұлғап тұрасыздар обязательно, міндетті түрде. Одан кейін үстіне жаңағы ыстық суымызды құямыз. Кипятокты құйып, көз мөлшермен құйсаңыздар болады. Кішкене асырып құямыз. Өте көп құймаңыздар. Көп құйып жүрсеңіздер, күріштеңіз қашы болып кетеді. Жаңа кішкене асырып құямыз. Осылай сарқылдап қайнайды. Үстіне кішкене дәміне қарай тұз саламыз да, осы қақпағын ашып 3-4 минут қайнатамыз. Қатты отта қайнатамыз. 3-4 минут қақпағын жаппай осылай қайнататын боламыз. Мінекей қатты қайнатамыз. Одан кейін асын жайлатып, қақпағын жауып, минимальный ең аз отқа қоямыз да 15 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің күрішіміз пісті, осындай болып шығады. Шашыраңқы бір-біріне жабыспай өте дәмді болып шығады. Пісіп жатқанда қақпа мүлде ашпаңыздар. Мінекей осындай болып шығады. Қараңыздаршы, бір-біріне жабыспай шашыраңқы күріш бізде пайда болды. Осылай осы әдіспен міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Гарнирге күшті, қасына әртүрлі соуспен берсеңіздер болады, қыздар. Осылай саусақпен қозғалғанда күрішіміз шашырап жатуы керек қой, бір-біріне кашмалаш болып жабыспай, қыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіз, алда күшті рецепттер болады. Қоңыраушаны басып қойыңыз. Видео шыққан кезде сіз болып бірінші көретін боласыз. Сау болыңыз.